Менің депутаттық сауалым ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сейфуллы Сапаровқа арналады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халыққа арнаған жолдаулары мен сайлауалды бағдарламасында агроөнеркәсіп кешенін дамытуға қатысты ауыл шаруашылығын дамыту негізгі проблеманың бірі. Осы саладағы ахуал мемлекетіміздің азық-түлік қауіпсіздігіне тікелей әсер етеді. Біз алдағы 3 жыл ішінде агроөнеркәсіптегі өңделген өнім үлесін 70%-ға жеткізуіміз керек деп үкіметке нақты міндеттер жүктеген болатын. Елдің өсіп өркендеуі ауыл шаруашылығымен тікелей байланысты. Алайда суармалы егістікке байланысты бірқатар мәселелер туындауынан шаруалардың өздеріне тиесілі көмектерге қол жеткізе алмай жатқан жайы бар. Түркістан облысының ауыл шаруашылығының негізін мақта мен бау-бақша дақылдарын өсіру құрайды. Бұл салада 83 мыңға шаруа қожалығы жұмыс істейді. Бұл өңірдің егістік көлемі 860 мың гектар, суармалы алқап 550 мың гектар. Және еліміздің суармалы жерінің 1/4 құрайды. Түркістан облысы мақта дақылдарын өсірумен айналысатын бірден бір аймақ. Десе де, былтырғы жыл мақта шаруашылығына оңайға соқпады. Егін науқанына шығындалған аздай өнімнің бағасын белгілей алмағаны жылғанның үстіне жұдырық болды. Шаруалар берілетін субсидиясына заңдағы қайшылықтар салдарынан қол жеткізе алмай қалды. Себебі Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігінің ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су беру бойынша көрсетілген қызметтерінің құнын субсидиялау қағидаларының 2015 жылғы 30 маусымдағы нөмірі 63597 бірінші тарауының 4-ші тармағына сәйкес егіс алқабына су есептегіш құралдары мен құрылғылары орнатылмаған жағдайда субсидия берілмейді. Бұл талап ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі. Сондықтан шаруалардың суармалы жерлеріне берілетін суға мемлекеттен субсидия алу үшін су есептегіш құралы болу қажет. Ал диқаншылық маусымдық болғандықтан шаруалар су есептегіштерінің орнатылуын күте алмайды. Оның үстіне көптеген шаруалардың қондырғы орнатуға өз күші жетпейді. Және олардың қаражаты да шектеулі. Айналдырған 2 гектарға егін салатындар пайдаға қарық болып жатыр деуге келмес. Облыста бір ғана мақтаның түсіміне 1 миллиондай тұрғынның күні қарап отырғаны жасырын емес. Ауыл шаруашылығы министрлігінің бұл ұстанымы Қазақстандағы агроөнеркәсіп өнімдерін өсіретін барлық шаруа қожалықтарын алаңдатып, олардың жағдайына қауіп төндіріп отыр. Осы орайда Айдарбек Сейфуллынан Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 маусымдағы нөмірі 63597 бұйрығымен бекітілген ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су беру бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау қағидаларының 1-ші тарауының 4-ші тармағын алып тастауға ықпал етуін. Және бұл мәселе азық-түлік қауіпсіздігіне тікелей әсер ететіндіктен Аманат партиясының қатаң бақылауында болатындығын ескеруін сұраймын. Құрметпен Аманат фракцияның мүшелері. Рахмет.